Мен негізі базарда тұрған адаммын. Ана базарда 1000 мелочей бытықсыздық сататын бажам шақырды. Базар 1000, базарға кеше айлығын беріп тұрам. Маған көмектесесің бір жағынан деді. Енді ақша кімге керек емес, 27-сіне рет келе жатыр дегендей. Хорошо деп бардым. Барып ем, бажа короче, Новый годтан қалған қызыл жасыл гирлянда, дождиктер бар. Осылар сатып тастау керек бірінші очередь деді. Хорошо деп ем, сен ана сырт жаққа барып, дождик бар, анау деп хабарлап тұрсай деді. Сосын мынау золотистый цвет дождик вообще өтпей қалды, осыны құрту керек бірінші очередь деді. Хорошо деп сырт жаққа барып, дождик бар деп тұрмын. Сонымен апа кетіп бара екен. Апа, дождик аласыз ба, золотистый цвет деймін, өтіп бара жатыр. Інім, дождик алсай, алтын цвет деймін, ол да өтіп бара жатыр. Сонымен таксиден бір орыс қатын түсті. Ақ шу киіп алған, ауылында сағыз бүйтіп былшылдап кетіп бара екен. Извините, женщина дедім. Бүйтіп, да, деді маған бұрылып. Не хотите золотой дождь? Мой золотой дождь украсит вас и весь ваш дом дедім. Шапалақпен тақ еткізді. Ой, твою мать, қатын, алмасаң құры, енді тұрсаң қолың сындырам деп жатыр ем. Бүйтіп керіліп тұрып, бұттың арасынан, в общем, құлақ шың ете қалды, көз бұлдырап, тоннельдің ар жағынан, бажа, өкшеңмен секір деп жатыр ғой. Сонымен деп есім жинап бүйтіп, құлақ орнына келді, шыңылдағаны, бір кезде бүйтіп бұлдырағаны кетіп, в общем, өкшем қайсы екенін білмей жатырмын ғой, енді өкшемен секірейін десем. Сөйтіп милиция келді, ушу, в общем. Сөйтіп тұрым, ана қатыннау Медина өнімдерін берді, адамант витаминін, сосын адамант бал дегенді берді. Осы моментально жаңа мужской күшіңді орнына келтіреді. Қазақстанда бұдан артығы жоқ деді, в общем. Сөйтіп жатырым, жаңа моральный ущербке, в общем, жаңа заттардың бәрін сатып алды. Сөйтіп тұрым, бажа келді та, бажа өтпей тұрған заттың бәрі өтті. Енді маған помощник керек емес ау. Өзім хабарласам, бүгінгі айлығың деп 1000 теңге беріп тұр ғой, бүйткен бажаның ішіне сиін. Енді маған жұмыс қараңдар, рет келе жатыр ертең, қаншама төлеу керек.